Баршаңызға сәлем достар, Малика Шафкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен хан салатының рецептімен бөлісемін. Қажетті ингредиенттер экранда және төменде описаниеде жазып қалдырылған. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Шұжықты 4-ке бөлеміз және оны жіңішке етіп тураймыз. Сосын ірімшікті де солай тураймыз. Қиғаштап, үшбұрышты етіп турасаңыздар әдемі көрінеді. Сосын қиярды видеода көрсетілгендей етіп, қиғаш етіп тураймыз. Сосын қызанақты егер ірі болса 6-ға, кішкентай болса 4 бөлікке бөліп саламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаны осылай ұзынша етіп турап саламыз. Майонез саламыз және дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Салат дайын болған соң оны шетке алып қойып, чечил ірімшігін түтіп шығамыз. Чечил ірімшігі бұл салаттың бетіне сәндеуге керек болады. Егер қаласаңыздар, чечил ірімшігін турап, салаттың ішіне де салуға болады. Салатымызды тәрелкеге салып, чечил ірімшігін осылай бетіне қойып, сәндеп шығамыз. Міне салатымызда дайын болды, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап, нәтижесімен комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, алдағы уақытта шығатын менің жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Баршаңызға ас болсын!